Бір күн ішінде Словенияға батыс Еуропаға бара жатқан 12 мыңнан астам мигрант келді. Полиция мен елдегі әскер тәртіпті сақтауға тырысқанымен толықтай мүмкін емес. Қайырымдылық қорлары босқындардың өте нашар жағдайда өмір сүріп жатқандығын хабарлауда. Хорватия-Словения шекарасындағы кептелістер орын алып, адамдар суық күнде қалуға мәжбүр. Осы арада Словения күнінде тек 2,5 мың адамды ғана қабылдауға дайын екендігін мәлімдеп, Брюссельден көмек сұрады. Ел үкіметінің хабарлауынша, күн сайын босқындардың медициналық қызметі, тамақтандыру және тасымалдауы үшін 770 мың еуро жұмсалады. Алдағы жарты жылда тағы да 140 миллион еуроға жет. Еуроодақтың ішкі істер министрі заңсыз келгендерді ел шекарасына жеткізбей, тіпті Грекиядан тоқтатуға шақырды. Халық саны 37 миллион адам болатын және жалпы ішкі өнімі Мексиканың экономика көлеміне тең Жапония астанасы өзінің жаңа экономикалық жоспарларын жариялады. Токио, Нью-Йорк, Гонконг және Сингапурды басып озып, алдыңғы қатардағы қаржы орталығы болмақ. Соңғы жылдары қалада 10-нан астам экономикалық аймақтар салынды. Басты мақсаты шетелдік инвесторлар мен компаниялар тарту үшін халықаралық бизнеске ыңғайлы экожүйе құру және олардың жапондық кәсіпкерлермен серіктестігін дамытуға ықпал ету. Қазір Токиода көптеген қалалық жобалар жүзеге асырылып жатыр. Жапон астанасы әлемдегі ең қауіпсіз және барынша таза қалалардың бірі болып есептеледі. Бұған қала басшылығының дизельді қозғалтқыштармен күресі және жаңа айналма жолдардың салынуы себеп болған. Zara дүкендер желісінің негізін қалаушы Амасио Ортега алғаш рет әлемдегі ең бай адамдардың тізімінде Билл Гейтсті басып озды. Forbes журналының рейтингі бойынша өткен аптада Ортеганың байлығы 80 миллиард доллардан асқан. Бірақ 2 сағаттан кейін Уолл-стриттегі сауда ашылған соң Microsoft'ың негізін қалаушы лидерлікті өзіне қайтарып алды. Әзірге испандық кәсіпкер 4-ші орында тұр. Амасио Ортега құрған холдинг құрамына Zaraдан бөлек Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Kidis Class тәрізді брендтер кіреді.